Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабақтың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин «Дүние қалай етсең табылады». Сабақтың мақсаты ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден негіз ұғымдарды анықтай отырып, жинақы мәтін құрастыру. Оқылым тапсырмасы. 7-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Мен өзім де сендей кедей едім, бірақ тіленші болған жоқпын. Елден, қала-қаладан қыдырып жүріп, әуелі қоқыстан не болмаса жай кісілерден ескі шүберек сұрап жиып жүрдім. Ол шүберектерді қағаз істейтін фабрикаларға апарып саттым. Мұнан соң әуелі аздап, бара-бара көбірек, әр үйден ескі-құсқы, тұтынуға жарамайтын шүберектерді сатып алып, арбамен жүріп сауда ете бастадым. Осындай іспен 7 жылда 10 000 франк ақша таптым. Содан кейін қағаз фабрикасына кірістім. Жасым жас, ісіме нық, жинақты, еріншектікті білмедім. Мен өзім үшін жұмыс істедім. Әйтпесе әлі кедей болып қалар едім. Маған ешкім көмек берген жоқ. Астындағы суретте мәтінде бейнеленген көріністер. Жазылым. 10-шы тапсырма. Мәтін мазмұнына сүйеніп, Антонның атынан өзіңе көмектескен адамға шағын хат жаз. Астындағы суреттерде балалар Антонның өсу жолдарын көреміз. Жазылым айтылым тапсырмалары. 11-ші тапсырма. Жоғарыдағы оқылған мәтін бойынша балық қаңқасы диаграммасын толтыр. Жазғандарыңды өзара алмасып, пікір бөлісіңдер. 1-ші балықтың басына әңгіменің мақсатын. 2-ші үстіңгі қаңқасына әңгіменің идеясын. 3-ші астыңғы қаңқасына кейіпкерлердің мінездемесін. 4-ші құйрығына қорытынды жаз. 1-ші балықтың басына дүние қалай етсең табылады. 2-ші үстіңгі қаңқасына әңгіменің идеясы, ол еңбек ету идеясы. 3-ші астыңғы қаңқасына кейіпкердің мінездемесі. Білімді адам, қайыр сұраған бала, белгілі кәсіпкер, ол Антон. 4-ші құйрығына қорытынды жаз. Еңбектің наны тәтті. Сабақты қорытындылай келе, Ыбырай Алтынсариннің «Өнер білім бар жұрттар» өлеңін және ұлы ақын жазушы Ахмет Байтұрсынұлының нақыл сөздерімен аяқтайық. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді, теңізге жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың мына сөзімен аяқтасақ, басқадан кем болмас үшін білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.